Көкөністердің арасында қызыл түсімен ерекшеленетін кәдімгі қызылшаның емдік қасиеттері орасан, тіпті оның кереметтілігі жайында Гиппократтың өзі айтып кеткен екен. Қызылша жемісін шүйкедей де пісіріп те жеуге болады, ал шарына бір емес бірнеше дертке дауа. Мұны дәрігерлер де, бүгінгінің ғалымдары да жоққа шығара алмайды. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Құрметті оқырман, 100 000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Қызылша ангинаны емдейді. Тамақ ауруларының кез келген түріне қызылша шарыны ем болады. Ішсеңіз, ағзаға, шекке, бауыр бүйрекке несеп жолдарына ем. Тамақ ауырып жөтел асқынғанда еш ойланбай қызылша шарынымен тамағыңызды шаясыз. Ал мұрын бітеліп гайморит мазалағанда қызылша шарынынан 5-6 тамшы тамызасыз. Бұл ем 3 рет қабылдаған соң-ақ керемет нәтиже береді. Ал баспаны емдеу үшін, яғни ангина, бір дана шикі қызылшаны қабығынан тазартып, үккіштен өткізесіз. Бір стақан езілген қызылшаға біраз қасық алма сірке суын араластырып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 30-40 минуттан соң тұнбаны қабатталған дәкенің көмегімен сығып алыңыз. Дайын болған шырынның біраз қасығын ішіп, қалғанымен тамағыңызды шаясыз. Қаныңызды көбейтеді. Қан азық кезінде ең керемет ем болатын қызылша шырыны екенін ұмытпаңыз. Қанды көбейту үшін бір стақан қызылша шырыны мен біраз қасық табиғи таза балды араластырып, күніне 3-4 рет қабылдайсыз. Егер қызылшаға сәбіз бен қара тұрыптың шырынын араластырып ішсеңіз, онда қаныңыз көбейіп, теріңіз тегістеліп, бетіңіз жылтырап шыға келеді, әрі қуатыңызды артады. Миды жақсартады. Жас ұлғайған сайын адамның миы шаршап, өзінің жұмысын қалыпты жүргізе алмайды екен. Осы кезде есте сақтау қабілетінің нашарлауы, ұмытшақтық секілді жайсыздықтар пайда болады. Ал мұның алдын алғыңыз келсе, қызылша шырынының көмегіне жүгініңіз. Егер күніне бір стақан балғын дайындалған қызылша шырынын ішсеңіз, онда миыңыз жасарып, жұмысы жақсарады. Әсіресе қан қысымы тұрақсыз жандарға таптырмайтын ем. Бір стақан қызылша шырыны қан қысымын қалыпты ұстап, көңіл күйді көтереді. Егер біз ұсынған емді үзбей қабылдасаңыз, оң нәтижесін 6 айдың ішінде анық байқайсыз. Бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Егер күніне 3 рет қызылша шырынын ішсеңіз, бауыр ауруынан біржола құтыласыз. Ал қалай ішу керектігіне назарыңызды салыңыз. Ем үшін күніне 1 немесе 3 стақан қызылша шырынын ішесіз. Оған қоса 100 грамм шикі қызылшаны үккіштен өткізіп жейсіз. Қызылшаның құрамында бетаин заты бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Сонымен қатар өт жолдарына, асқазан ауруларына және сары ауруға керемет ем болады. Бұлшықетті қалпына келтіреді. Қызылша шырыны бұлшықеттің ауруын басады, әрі қатайтады. Спортпен айналысатындарға күніне кем дегенде 200 грамм балғын қызылша шырынын ішуге кеңес береміз. Физикалық жаттығу, үздіксіз қозғалыс ауыр зат бұлшықетке салмақ салады. Ал оны қайта қалпына келтіретін бірден-бір ем қызылша шырыны. Онкологиялық аурулардың алдын алады. Егер сізде онкологиялық аурулардың белгілері білінсе, бастаса, дереу қызылша шырынын ем ретінде қабылдауды әдетке айналдырыңыз. 7 күн үзбей ішіп, қайта тексеруден өтіңіз. Міне, ғажап, өз көзіңізге өзіңіз сенбейсіз. Өйткені қызылша шырыны сізден онкологиялық клеткаларды қалпына келтіріп, аурудың алдын алады. Ағзаңызды шылақтан тазалайды. Қызылша шырынының көмегімен ағзаны улы заттардан, шлактан тазалауға болады. Ол үшін аш қарынға 1-2 қасық қызылша шырынын ем ретінде қабылдаңыз. Арада 3 күн өтісімен-ақ кіші дәретіңіздің түсі өзгеріп, бауыр мен шектің жұмысы жақсарады. Нәтижесінде теріңіз жасарып, ағзаңыз шлактан тазарады. Ем болсын, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы.